Балаларыңызға дүкеннің тәтті сусынын сатып алғанша, осы табиғи компотты дайындап беріңіз. Олардың қайта-қайта сұрайтынына сенімдімін. Қайырлы күн, достар. Бүгін кептірілген жемістерден өте дәмді табиғи компот дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай кептірілген жемістерді ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, 5 минутқа қалдырамыз. Кейін оны ағын суда жақсылап жуып аламыз және де суық су құйылған кастрюлемізге саламыз. Орташа отта қыздырып, кастрюль қайнағаннан кейін шамамен 10-15 минут пісіреміз. Содан соң оттан алып, қант қосып, жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, біраз уақыт тұндырамыз. Компот неғұрлым ұзақ тұнса, дәмі де соғұрлым қою әрі хош иісті болады. Міне, табиғи әрі өте дәмді компотымыз дайын. Жаздың ыстық күнінде шөліңізді қандырып қана қоймай, бүкіл отбасыңыз сүйсініп ішетін сусын болады. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі пайдалы әрі сапалы контенттің дамуына бірге үлес қосайық. Сіздермен бірге болған Әсел, келесі рецепттерде кездескенше.